Қаратөбе ауданына қарасты Аққоз ауылдық округінің орталығы Қоржын елді мекені қызыл судың астында қалған еді. Қазіргі таңда тұрғындар түгелімен қауіпсіз аумаққа көшіріліп, күнделікті қажетті азық-түлік киім-кешекпен қамтамасыз етілді. Сырым ауданына қарасты 4 ауылға да қарғын су кесірін тигізді. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Нартай Сәрсенғалиев пен Сергей Пономарев су басқан ауылдарда болып, тұрғындардың талап тілегіне құлақ асты. Тақырыпты Лұқпан Елеу тарқатады. Қоржын ауылында 130 үйге су кіріп, 330 тұрғын аудан орталығына көшіріліпті. Қазіргі таңда Қажым Жұмалиев атындағы мектеп гимназияның интернатына 174 тұрғын орналастырылған. Қалғандары аудан орталығындағы және Орал қаласындағы туыстарын үйлеріне паналауда. Халық қалаулылары эвакопункттегі тұрғындармен жүздесіп жағдайларын сұрап білді. Суға кетіп отыр ғой, суға кетіп отыр бәрі. Биылғы су, мен көрмеген су. Жағдай өте күрделі. Су басқан ауылға тікұшақтан басқа ешқандай көлік бара алмайды. Тасқын су салдарынан үйлер қирап, мал шығыны орын алған. Ендігі мәселе үйлері су шайып кеткен тұрғындарды баспанамен қамтып, малына өтемақы төлеу болып тұр. Ол үшін арнайы комиссия құрылған. Техникалық сараптама жасаймыз, техникалық обследование дейді. Оны біздер жеке адамдар келіп жасайды, лицензиясы бар адамдар. Ona үй апаттан кейін жарамды ма, жарамсыз ба дейді. Соның қорытындысымен біздер анау жарамды, мынау жарамды деп айта алмаймыз. Ауыл тұрғындарына үй салу алдағы уақытта шешіліп, ауа райы қалыпқа түсісімен құрылыс жұмыстары басталуы қажет. Мен оны қадағалауға уәде етемін деді халық қалаулысы. Біз арнайы келген себебіміз енді комиссия құрылар қазір мінекей құрылды, біз ақпараттарды алып отырамыз әлде өздеріңізден. Төтенше жағдай жарияланды ғой енді. Төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдайдың тәртібі солай. Бұйырса төтенше жағдай жарияланғаннан кейін барлық шығын өтелу керек. Барлық шығын беріледі, барлық шығын өтеледі. Сол ақпаратты алып келіп отырмыз. Азаматтар тұрып алдарыңызда. Облыстық бюджеттің деңгейінен жетпеген жағдайда үкіметтің резервінен беріледі. Осы ең басты мәселе. Сапар барысында мәжіліс депутаттары топан су бұзып кеткен Қалдығайты өзеніндегі бөгетке назар салып, жай күйімен танысты. Мына өздеріңіз көріп тұрған Орал мен Қаратөбені жалғайтын көлік жолы. Осы көлік жолын бұдан 2-3 күн бұрын топан су басқан. Қазір екі бетте мынау полиция қызметкерлері жолдан өтуге болмайды деген белгі қойыпты. Және өздері кезекшілікте тұр. Қаратөбе ауданында болып халықпен кездескен соң депутаттар Сырым ауданына ат басын бұрды. Халық қалаулылары аудан орталығындағы эвакуациялық пункттің бірі Жібек жолы кешеніне барып, тұрғындармен кездесті. Әсіресе тасқын кезінде өлеңті ауылы қатты зардап шекті. Ауыл халқы депутаттарға тілектерін айтып, уақытша пана сұнған азаматтарға алғысын білдірді. Не айтамыз, енді бәрі де шауып жүр ғой барынша. Бірақ енді бізге пана керек, басқа оны біреуде жаманда, біреуде нету біздің мақсатымыз емес, бізге тек пана тауып берсін. Елдің қол қалауымен депутаттар сапар кестесін өзгертіп, Өлеңті өзені жағасындағы суға кеткен үйлерді қарады. Жымпитыдағы Сәкен Сейфуллин атындағы көшені де аралады. Мұнда барлық үйге су кіріп, тұрғындардың дүние мүлкі пайдасы болып қалған. Депутаттар аудандық жастар ресурстық орталығына да барып, еріктілердің атқарып жатқан жұмыстарына қанықты. Осындай кезде бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып болса сіздер болмағанда азаматтардың жағдайы бұдан да қиын болады. Сондықтан сіздерде азаматтардың арқасында қазір талай мәселе шешіліп, тиісті жерлерге азаматтар көмек барып жатыр. Сол үшін жаңа айтқандай азаматтарға, жігіттерге баршаңызға мың алғыс. Енді Құдай қаласа осындай тамақтарды, осындай жиындарды той жасайтын кезде ғана дайындалайық. Енді еліміздің, жұртымыздың басына сынақ түспесін деймін. Нартай Аралбайұлы еліміздің әр аймағында болып жатқан тасқынмен күрес шаралары мемлекет басшысының тікелей бақылауында екендігін атап өтті. Үкімет су тасқынынан зардап шеккендердің шығындарын толықтай өтейтін болады, деді депутат. Қиын сәтте халықты сабырлыққа шақырды. Қазір Сырым ауданында арнайы комиссия құрылып, тасқыннан келген шығынның көлемін есептеуге кіріскен. Алдын ала қазіргі өлшем бойынша аудан бойынша 250-ге жуық үй су басқан деп анықталып отыр. Оның ішінде қазір комиссия шығып әрбір үйді нақты аралауда қаншалықты жаңа зақым келтірген жөнінде мал мүлік шығындарын анықтау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр бүгінгі күні. Енді аудан бойынша Жымпиты аудан орталығында, Бұлдыртыда, Қосауада қауіп болды, Шағырлой мекенінде қауіп болды. Осы күні кеше ғана бүгін ғана тоқтатылып отыр. Жетікөлде ауылында да жаңа қауіп төнді. Енді шүкір қазір енді адам шығыны болған жоқ.
Қос ауданда да су шайған тұрғын жайлар мен әлеуметтік нысандар көп ұзамай сүріліп, құрылыс жұмыстары басталмақ. Ол әрине комиссияның қорытындысы негізінде жүзеге асатын болады. Олықпан Елеу, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.